Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осы видеода американдық комедиялық ғылыми фантастикалық экшн фильмі Проект Адам фильмі туралы қысқаша айтып беретін боламын. 2050 жылы ұшқыш Адам Рид өзінің жауынгерлік ұшағын басып алып 2018 жылға сапар шегеді. Алайда ол 2022 жылы апатты жағдайда қонуға мәжбүр болады. 12 жастағы нұсқасын кездестіреді. Өзінен истребительді жөндеуге көмектесуін сұрайды. Адамды Лаура құтқарады. Ол өзінің қастандық әрекетінің алдына алғанын және өткен өмірде қалып қойғанын айтады. Лаура Сорянның уақытқа саяхат жасағанын және болашақта уақыт саяхатын бақылауды қамтамасыз ету үшін өткенді өзгерткенін біледі. Лаура Адамды 2018 жылға баруға және істерді түзету және болашақты сақтау үшін әкесі Луис ашқан уақыт саяхатын жоюға көндіреді. Сорян шабуылдары және Лаура Адамстың қашып кетуіне мүмкіндік беріп, өзін құрбан етеді. Сорян аңдып бір рет секіруге жеткілікті энергиясы бар. Адам мен оның жасы өзгереді. Уақыт саяхаты жойылып, оқиғалардың барысы қалпына келеді. Луи өзінің болашағы туралы білмеуді ұйғарады және оның екі нұсқасында өз уақыт кеңістігіне оралмақпен қайта кездесіп, қателіктерін қайталамауға тырысады.